Сәлем достар, бүгін төркінде жүргенімізге 14-ші күн, бүгін үйге қайтатын күніміз. Анам егіске кетердің алдын, анашым не тамақ жасап қояйын кешкеге деп едім, өзің қалаған жегің келген тамақты жасай бер деді. Сонымен холодильникті ашып қарасам, холодильникте сәбіз бен анамның сүрлеп қойған еті бар екен. Қой, енді осылардан палау басып, өз қолыммен палау жасап берейін дедім де, анамның сәбіздерімен осылай еттерін алып келдім де даладағы жаздық асханаға әкеліп барлығын сырттарын ашып, барлық керекті заттарымды жақсылап ашып, жуып тазалап алдым. Осылай бірінші ет пен сәбіздерімді жақсылап жуып алғаннан кейін, оның артынша пиязымды сырттарын ашып, барлығын тазалап жуып алдым. Барлығын тазалап дайындап алғаннан кейін, керекті заттарын барлығын дайындап алғаннан кейін, осылайша анамның қара қазанын алдым да газге от қойып, үстінен қазанымды қойып, 1,5 шөміштей майын құйдым да, май қызығанша барлығын турап дайындап ала берейін дедім. Сонымен бірінші пияздарымның барлығын турап кеттім. Осылайша турап алғаннан кейін етімді ортасынан бір бөліп, екі бөлікке бөліп алдым да, етімді қызған майдың үстінен салдым да, соның үстінен пиязымды салып, екеуін бірге қызартып қуырдым. Сіздер палау жасаған кезде бірінші ет саласыздар ма, әлде пиязды саласыздар ма? Менің ойымша ешқандай да разницасы жоқ. Ең бастысы пияздарымыз қызарып, еттеріміз қызарып қуырылса болғаны. Осылайша етімді де пиязымды да салып алып, екеуін бірге қуырып жатып, осылайша сәбізімді бірінен кейін бірін турап отырдым. Арасында осылай қазандарымды қозғап отырып, туралған сәбізімді қазанның ет пен пияздың үстіне салдым да, азғантай ғана 5 минуттай уақыт қана сәбізімді қуырып алдым да, оның үстінен тұзымды сеуіп, 1,5 шөміштей суын құйып, қайнағаннан кейін осылайша лазер күріштерін жақсылап жуып алып, осылайша палауыма басып дендеп алдым. Сіздер палауда қалай жасайсыздар? Осымен менің көріп тұрғандарыңызға етім де өте жұмсақ болып піскен, дәмі өте керемет болды. Сонымен кешкі асымызды іштік те, ой, үйге қарай жол жүрейік деп, осылайша әкешім үйімізге балалармен бірге апарып қонақ болып кетті. Біздің ауылымыз осылай кең жазық жерде орналасқан. Всем пока-пока. Осымен төркін час бітті.